Bundan tышкары айрым мамлекетлерде өзіне тән талаплар бар еді. Мәселен, Италияда егерде поезға билет сатып алмаған болса, шекарадан өткермейтін еді. Ал Германияда болса, әскери қызметке мәжбүр болған шақсылардың шығуына рұқсат берілмеген. Соған қарамастан 20-ші ғасырдың басында паспортлар тек қана мәжбүри хүчет болмай, ал құқықи қорғау құралы сипатында да қызмет еткен. Улумаулар тез арада біротала жоғалып кететұғындай болып көрінді. Бірақ осы миграциялық еркінліктің бір бөлегі болған ұзақ 19-ші ғасыр бірінші жер жүзілік ұрыстың отында тамам болды. Оның менен бірге ескі тұрмыс тәрізі де кетті. Улума әскери жағдай Европа хакимиятлары үшін шекара қадағалауын енгізуге себеп болды. Дүнияда бірінші мәрте мемлекетлер оны әмелге асыру үшін барлық құралларға ие болды. 1914 жылы Британия шет елділер үшін айрым қалаларында жасауды қадаған етуші шектеулер кіргізді. Германия болса Пруссияны либерал миграция низамларын бекарлап, шекараның жабылуына алып келді. 1916 жылдың орталарынан басылап Германияға кіруші әрбір адам үшін виза талап етілді.